Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге 10 минутта пицца дайындайтын боламыз. Бұл пицца 10 минуттың ішінде дайын болады. Ең алдымен бізге жұмыртқа керек болады, содан кейін қаймақ пен майонез. Қаймақ пен майонезден кейін кетчуп пен бір ас қасық май. Ең бірінші жұмыртқамызға тұзымызды қосып аламыз. Тұзымыздан кейін содамызды қосамыз. Ендігі кезекте қаймағымыз бен майонезімізді бірге алып қосамыз. Және де жақсылап араластырамыз. Бұның барлығын қанша граммнан қанша қосу керектігінің барлығын описание қалдырып кететін боламын. Міне, араластырып болдық. Ендігі кезекте ұнымызды қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Міне, араластырып болдық. Осылай болғанда тағы да ұн қосатын боламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте осылайынан нанымыз шыққаннан кейін суымызды қосамыз. Міне, араластырып болдық, және де дайын болды. Біздің пиццаның тестосы панкейкидің тестосы сияқты шығады. Ендігі кезекте салмасына сыр, қызанақ және де шұжық қосатын боламыз. Барлығын осылай турап аламыз. Ендігі кезекте табамызды қыздыратын боламыз. Кішкене ғана май қосамыз. Ендігі кезекте осылай тестосын, яғни қамырын осылайынан видеода көрсетілгенде қылдыртып ішіне құямыз. Ендігі кезекте бетіне кетчубымызды жағамыз. Кетчубымыз жақ болғаннан кейін колбасамызды, яғни шұжығымызды бетіне қосамыз. Шұжықтан кейін помидорымызды, яғни қызанағымызды, қызанағымыздан кейін сырымызды қосып аламыз. Сыры көп болса өте дәмді шығады. Осылай сырын қосып аламыз. Міне, біз барлық салманы салып болдық. Енді бетін 10 минутқа жауып қоямыз. Міне, біздің пиццамыз дайын болды. Енді бұны табадан алып аламыз. Міне, енді бұл пиццаны кескенде де өте жұмсақ кесіледі, және де өте жұмсақ шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.